қазақ мемлекетін құрған 20 жыл тамызда кеңестік Ленин бастаған кеңес үкіметінің құрамымен салыстырып қарасақ, Алашорда үкіметі білім деңгейі жағынан кеңес үкіметінен әлдеқайда жоғары тұрды. Бәрі де жоғары білімді, бәрі де үшеуі ғылыми атақ даңқы болды. Төртеуі мемлекеттік думаға депутат болды. Қаншама керемет қызметтер атқарды. Олар сол үкімет басында қазақ мемлекетін қайта жаңғыртып, билік басына келгенде олардың қолында жүрген адамдар болған жоқ ол кісілер. Олар Ленин сияқты, мысалы Еуропада, мысалы Швейцарияда немесе Германияда немістің немесе Швейцарияның сырасын ішіп, былай айтқанда көпіртіп, жаңағы утопия идеялар дамытқан жоқ. Армысыздар, ардақты әлеумет. Бүгінгі қонағымыз белгілі алаштанушы, журналист Сұлтанхан Аққұлұлы ағамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді әңгімені бірден мына мәселеден бастайықшы. Мысалы, Алаш автономиялық республикасы туралы мағлұматтар, жалпы Алаш идеясы, оның бағдарламалары неге бүгінгі күні кеңінен насихатталмай отыр? Жалпы насихатталуына өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Көңіліңіз толмаса не себепті? Біріншіден, мысалы, автономия деген сөздің өзіне келейік. Біз осы күнге дейін Алашты автономия деп, бұл айтқанда, мәртебесін төмендетіп келеміз. Бұл айтқанда, өзіміздің төл тарихымызды, ұлттық тарихымыздың бір жарқын бетін кеңестік көзқараспен, шектеулі көзқараспен әлі төмендетіп келеміз. Ал енді автономия деген сөздің өзінің қандай мағынасы бар? Ол дербес бөлек деген мағынаны білдіреді. Мынау автономия болып жүреді ғой деген сияқты. Біріншіден, автономия құрылған шындыра 1917 жылға 5-13 желтоқсандағы екінші жалпы қазақ, қырғыз, назар аударып отырмын. Қазақ, қырғыз, бұл жерде шынында да сол кезде бізді қырғыз деп атаған үшін ғана қазақ, қырғыз деп отырған жоқ. Бұл жерде шындыра бүгінгі қазақ пен бүгінгі қырғыз халықтарының бірлескен ұлттық құрылтайы болатын. Осыны ескерейік. Өйткені осы бүгінгі Қырғыз республикасы Алаш, одан кейін Қазақ республикасының құрамында 1917 жылдан 24 жылдың қазан айына дейін болды. Тек 24 жылдың қазан айында кеңес өкіметі қырғыздарды бізден бөліп алып, Ресейдің құрамындағы Қырғыз автономиялық республикасы деп жырлады. Қарақалпақтарды тек 30 жылғаны бізден бөліп алып алдымен Ресейге, 36 жыл содан кейін Өзбектің құрамына қосып берді. Сонда бұның ар жағында бірігу, ұлғаю идеясы жатты ғой, бірнеше жаңағы. Негізі бұған арнайы тоқталып өтемін. Неге бұл республика, неге Қазақ республикасы емес, не Алаш республикасы деп аталды? Екіншіден, неге оның үкіметі, егер біз адамзат тарихын кішкене бір шолып шықсақ та, ешбір үкіметтің жанама атау болған емес. Тек Алаш республикасының үкіметінде ғана Алашорда деген атау болды. Неге? Осыған біз жауап беруге тырысайық. Осындай сұрақ болсын міндетті түрде, жарай ма? Жалпы біздің ана 6 ғасырлық қазақ деген ұлттық мемлекет дүниеге келген уақыттан бері, өткен шамамен 6 ғасырлық уақытта осы бүгінгі тәуелсіз Қазақстан республикасына беретін тарихи тағылымы да, үлгісі де өте көп. Ол қай тарих? Ол тек 20 ғасыр басындағы Алаш тарихы. Өйткені біз осы 6 ғасырлық өмірімізді шолып қарасақ, тек Алаш дәуірінде ғана қазақтың ұлттық мәдениеті, тілі зор қайта құру үрдісін басынан кешірді. Біз 20 ғасырдың басына дейін баяғы көне дәуірден қалыптасқан көшпелі өнеріміз бен мәдениетімізбен өмір сүріп келдік. Ал 20 ғасырдың басында сол кешегі сонау қай бір атам заманнан бері қалыптасып келген біздің көшпелі мәдениетімізді түбегейлі қайта құрып, соның негізінде қазіргі заманауи қазақ мәдениетін қалыптастырған кім? Ол Алаш қайраткерлері. Жазу өнерімізді алайық, әдебиетімізді алайық, жалпы мәдениетімізді алайық, тіпті мемлекеттігімізді алайық. Біз егер 1847 жылы қазақ хандығы бір жолы ыдырап тарих сахнасынан кеткен болса, міне сол қазақ хандығының жер аумағында сол қазақ хандығының айтқанда негізін құлаған қазақ халқы сол қазақ хандығының жер аумағында енді заманауи қазақ мемлекетін құрды. Қараңыз, біз осыған дейін ғасырлар бойы азаттықты армандап келдік. Айналайын-ау, қазақ хандығы егер 1847 жылы ыдыраған болса, арада 70 жыл өткеннен кейін ғана сол қазақ хандығының аумағында заманауи қазақ мемлекеті пайда болды.
Мысалы біз өткен жылдың желтоқсанда біз тәуелсіздігімізді 32 жылдығын тойладық, бірақ осы мемлекеттің қашан құрылғандығын біз соның мерейтойын неге тойламаймыз? Ал биыл мысалы желтоқсан айында осы қазақ мемлекетінің қайта дүниеге келгеніне, қайта жаңғырғанына 107 жыл толады. Біз неге осыны тойламаймыз? Желтоқсанда. Желтоқсанда. Иә, нақты желтоқсанда. Біз оны тойламаймыз. Осыған дейін біз әлі де тәуелсіздігімізді 33-ші жылына аяқ бассақ та, біз кешегі кеңестік жалған тарихымыздан құтылған жоқпыз. Құтылуға асыққан жоқпыз. Тіпті осы күнге дейін асығатын түріміз жоқ. Мысалы 32 жыл тәуелсіздікте бізде не көп болды, идея көп болды. Бірақ нақты әрбір азаматымызға түсінікті, жүрегіне майдай жағатын ұлттық идеология қалыптасқан жоқ. Ешқандай құндылық қалған жоқ бізде. Осы алаш идеясы бізге жаңа ұлттық идеологияның рөлін атқара ала ма? Мұраттары. Дәл бүгінгі қазақ ұлты үшін, қазақ халқы үшін, қазақ мемлекеті үшін алаштан артық идеология жоқ. Өйткені алаш бұны ұлттық идеология дейміз. Біз осы күнге дейін тіпті ұлттық деген түсініктен қорқамыз. Біз әлі де ұлттық деген сөзге, ұлтшылдық деген сөзге біз кешегі кеңестік көзқараспен қараймыз. 100 жыл бұрын болған идея қазір де өміршең. Мысалы тіл мәселесі, жер мәселесі. Мына қараңыз. Алаш қайраткерлері ұлтшыл болып атылып кетті, дұрыс па? Бірақ олардың ұлтшылдығы қандай болды? Ұлтшылдық дегеніміз, олардың ұлтшылдығы, ол басқа тілді, басқа мәдениетті, басқа ұлтты теріске шығару, не жек көру емес. Алаш ұлтшылдығы, жалпы ұлтшылдық. Ол өзінің тіліңе, мәдениетіңе, еліңе, жеріңе кіршіксіз қызмет ету, соны дамытуға күш салу, кіршіксіз қызмет ету. Міне осы. Бұл жерде басқа ұлт туралы, басқа тіл туралы әңгіме жоқ. Кез келген мысалы Ұлыбританияның, Америка құрама штаттарының, Жапонияның, Германияның кез келгенің ұлттық энциклопедиясын ашып қарасаңыз, сол жерде мысалы ұлтшылдық деген ұғымды қарасаңыз, соның сипаттамасын. Ол кез келген халықтың жүрегіне сол табиғи құбылысы, ол өзінің ұлттық ерекшелігін сақтап қалуға деген ұмтылыс. Оны қылмыс деп қарастыру тек кеңес одағы заманда ғана болған оқиға. Біз сол кеңестік көзқараспен әлі сол ұлтшылдыққа сондай көзқарас қараймын. Мен әдетте жастардың алдында студенттерден жиі сөйлеймін, сонда айтамын, ұлтшыл болудан жалтақтаңдар. Ұлтшыл бол, ол өзің ұлтыңды сүю, соған кіршіксіз қызмет ету деген сөз. Басқа ұлтты, басқа тілді теріске шығару емес. Біз осыны түсінейік. Біріншіден, екіншіден, біз 32 жыл тәуелсіздік алғанда дәл осы бүгінгі тәуелсіз Қазақстан үшін беретін тарихи тағылымы да үлгі өнегесі де зор, ол тек алаш тарихы. Тағы да қайталап айтамын, өйткені тек 20 ғасырдың басында қазақтың ұлттық мәдениеті сұмдық 100% қайта өзгеріске ұшырап, бүгінгі қазақ халқының тілі мен мәдениеті қалыптасты, мемлекеттігі қалыптасты. Біз осыны ұмытпайық. Біріншіден, бұл мемлекетті әлі біздің жастардың кеше кеңес дәуірінен қалған жалған тарих бойынша бұл мемлекетті құрып берген кеңес үкіметі. Лениннің Қырғыз автономия социалистік республикасы құрылсын деген жарлығымен құрылыпты. Есімізде ұмытпайық, мемлекетті бір қайдағы бір қағазға қол қойған құжатпен құрмайды. Мемлекетті құрушы халық. Ал ол халықтың өкілдері тек 17 жылы желтоқсанда Орынбор қаласында бас қосып, осы бүгінгі мемлекеттің былай айтқанда іргетасын, шаңырағын көтерді. Кешегі қазақ хандығының жер аумағы үстінде. Оны құрған кім? Қазақ халқының былай айтқан атқамінерлері, маңдайына біткен жарқын азаматтары, бірінде азаматтары құрды. Тіпті біз Алашорда үкіметінің мүшелерімен кеңес сол якобы қазақ мемлекетін құрған 20 жыл тамызда кеңестік Ленин бастаған кеңес үкіметінің құрамымен салыстырып қарсақ, Алашорда үкіметі білім деңгейі жағынан кеңес үкіметінен әлдеқайда жоғары тұрды. Бәрі де жоғары білімді, бәрі де үшеуі ғылыми атақ даңқы болды. Төртеуі мемлекеттік думаға депутат болды. Қаншама керемет қызметтер атқарды. Олар сол үкімет басында қазақ мемлекетін қайта жаңғыртып, билік басына келгенде олардың қолында жүрген адамдар болған жоқ ол кісілер. Олар Ленин сияқты мысалы Еуропада, мысалы Швейцарияда немесе Германияда немістің немесе Швейцарияның сырасын ішіп, айтқанда көпіртіп, жаңағы утопия идеялар дамытқан жоқ. Олар өз халқының дәл қайнаған ортасында жүріп, сол халқының мүддесі, мұң мүддесі үшін кескілескен майданда күресте жүріп, және талай қызмет атқарып, сол мемлекет құрған кезде бәрі алдында бойында қаншама тәжірибе жинаған азаматтар отырды.
Сөзіңіз аузыңызда, мына жалпы бүгінгі күні Алаш туралы бұқара тегіс хабардар деп айтуға келіңкіремейтін шығар. Бізде негізі Алаш деген не екенін білгендері, оның ар жағында қандай маңызы бар екенін де түсіне бермейді. Сондықтан біз қазір сұхбат барысында олардың нақты не істегендерін айтып кеткеніміз жөн сияқты. Мысалы, Алаш арыстары, Әлихан Бөкейхан бастаған, мысалы, олардың бәрі білімді болды деп жаңа айтып өттіңіз. Екіншіден, олар мемлекеттің өзінің бағдарламасын түзді. Ол жерде ғылымға, ең бірінші кезекте ғылым мен білімге баса назар аударды. Одан кейін өздері де, мысалы, жағында мемлекет құрып отыра қойған жоқ, ол кісілер, мысалы, дамыған мемлекеттерді зерттеді, олардың тәжірибесін алуға тырысты ғой. Мысалы, өзіңіз бір сұхбатыңызда айтасыз, Әлихан Бөкейхан сол жылдары, мысалы, сол дамыған мемлекеттердің тәжірибесін ала отырып, қазақ даласын солардың деңгейіне 25 жылдың ішінде жеткізуді жоспарлады. Жоспарлады, нақты жоспарлады, иә. Бұл жерден біріншіден біз қазақ газетінің рәмізін алайық, Киіз үй. Байқасаңыз, Киіз үйдің түндігі батысқа ашылып тұр. Түндігі. Күн сәулесі керетін, ауа керетін, сол түндігі батысқа қарады. Ол жағының мағынасы не болды? Ол батыстың біліммен ғылымына және технологиясына ашықпыз деген мағынаны білдірді. Есігін ашып қарасаңыз, ол жерде қазақ деген жазылып тұр, төте жазумен, ол нық жабылып тұр. Бұл қазақ мемлекеттің тәуелсіздігін көрсетеді. Соның рәміз болды. Әлихан Бөкейхан бастаған алаш зиялыларының алға қойған мақсаты, мына қараңыз, бүгінгі біз сізбен сөйлейтін тіліміздің, ұлтымыздың атауын сақтап қалған. Және жалпы мәдениетіміздің, әдебиетіміздің негізі 17 жылғы ақпан төңкерісіне дейін қалыптасып үлгерді. Тұңғыш қазақ романдары қашан жарық көрді? 17 жылға дейін жарық көрді. 4 роман жарық көрді. Біз әйел теңдігіне келетін болсақ, сол 4 романның 4-еуі де қазақ әйелінің теңдігі жөнінде болды. Бақытсыз Жамалды алайық, Қалың малды алайық, Қамар сұлуды алайық. Бәрі де қазақ әйелінің теңдігі жөнінде болды. Бүгін қазақ әйеліне теңдік алып берген кім? Алаш қайраткерлері. Ол кеңес өкіметі емес. Осыны ұмытпайық. Екіншіден, Абайды осы бүгінгі ұрпаққа жеткізіп берген кім? Алаш қайраткерлері. Әлихан Бөкейхан 1905 жылы жазып, сөйтіп бұл айтқанда абайтанудың негізін қалап берді. Қазақ әдебиетін айтып отырмын. Поэзиясын, қазақ театры тұңғыш ашып берген кім? 1926 жылы сол кездегі Астана Қызылордада ол Қош Мұхаммед Кемеңгерұлының Алтын сайқыны деген пьесасымен ашылды ма? Ол пьесада қазақ келінің тағдыры, ауыр тағдыры әңгіме болады. Айта берсек, мысалы, біз Әміре Қашаубайұлын мақтан етеміз. Ол Парижге бара жатқан кезде, ол Мәскеу барған кезде Әлихан оны түгел қарсы алады да, оны сол Мәскеудегі жаңа дауыс, вокал сарапшыларын алып барып тыңдатып көреді, бәрі оның кімнің Әміренің дауысын мақтайды. Бірақ Әлихан Ахметке жазған хатында айтады, айналайын-ау, бүкіл басқа ұлттардың ақын әншілері дейді, ұлттық киім киіп алыпты. Біздің әберен сендер орыстың мещанышы неге киіндерсіңдер? Сөйтіп Мәскеуде жүріп, Әлихан Бөкейхан Әміреге қазақтың ұлттық киімін тауып беріп, кигізіп, сосын қазақтың ең керемет деген әндерін жаттатқызып Парижге жіберді емес па? Парижде оны кім қарсы алады? Мұстафа Шоқай қарсы алады. Сөйтіп Парижде бүкіл әлемдік байқауда ол біздің Әміре күміс медаль алып келеді. Дұрыс па? Ал енді сонда Әмірен қайтып келгенде халқына өзінің азаматтарының таныстан айтатын сөз қалыпты. Былай деген, мен нағыз екі қазақты көрдім, біреу Мәскеуде, біреу Парижде деп. Мына нағыз қазақтарды сол кезде елімізден қаңғыртып жіберді, қуып жіберді. Мәселе сол. Екіншіден, біз осыдан бір 8 жылдай бұрын сол кездегі президентіміз, біз қазір осы супер президенттіктен парламенттік жүйеге өтудің табалдырығында тұрмыз деген болатын. 7-8 жылдай бұрын, міне 7-8 жыл өтті, бірақ әлі біз ешқандай қадам жасаған жоқпыз. Ал осы бүгінгі Қазақстанға бірден бір керемет тағылым беретін ол Алаш Республикасы. Өйткені осы қазақ жерінде тұңғыш дүниеге келген, назар аударыңыз, бірінші зайырлы, екінші парламенттік республика болған кім? Алаш Республикасы болатын. Ал бүгінгі Қазақстан үшін, жемқорлықты жеңу үшін, бұл айтқанда адамдап даму үшін бізге парламенттік жүйе керек. Дәл бүгінгі Қазақстан болмысына. Өйткені өткен 32 жылдық президенттік билік өзін әбден қаралап болды. Оны біз зардабын әбден көрдік, әлі күнде көріп жүрміз. Сондықтан Алаш Республикасын бізге осы бүгінгі Қазақстан беретіні біріншіден, мына қараңыз, парламентаризм, унитаризм идеясы, адам құқықтары, әйел теңдігі,
осы құндылықтардың бәрін насихаттап келген кім? Алаш қайраткерлері, Алаш идеясы болатын. Экономиканы дамыту. Экономика дамыту. Мына қараңыз, кеңес одағы келгеннен кейін бізге бір колхоз, совхоз деген бір пәлен алып келді де, халықтың бәрін араластырып жіберіп, сөйтіп малын түгел тартып алып, оны былай айтқанда ортақ қылды. Ахмет Байтұрсынұлының 1919 жылы мына большевиктердің «Жизнь национальность» деген газетінде жазғаны бар. Қазақтар социализмге онша мұқтаж емес. Өйткені қазақтың салт дәстүрінде, мәдениетінде социализмнің элементтері бар. Ол біріншіден, қазақ ешқашан бізде бай кедей дейміз ғой. Бұл түсінік, таптық көзқарас деген кеңес одағымен келді. Өйткені қазақ қоғамында келген ол 20-шы жылдардың басына дейін қазақ қоғамы жерді рулық, қауымдық меншікте ұстады. Мысалы, бір рудың жері болса, ол жер бір байдың жері емес, сол рудың жері болатын. Ал бай дегеніміз ол езуші тап емес, ол сол рудың, айтқанда бүгінгі тілмен айтсақ, менеджері болатын. Иә, дұрыс айттыңыз. Мәселе осы. Енді Әлихан Бөкейхан басқалардың үлгі еткені, біз дейді қазақ қоғамында айтқанда кооперативтің барлық негізі бар. Өйткені қазақ мысалы қыз ұзатқанда, қыз түсіргенде бүкіл ұжым болып, айтқанда кооператив болып, мысалы аңға шыққанда кооператив болады. Киіз илегенде, кілем тоққанда ол да кооператив болатын. Әлиханның 13-ші жылы жазған мақаласы бар, былай дейді. Қазақтың кооперативі ол маусымдық. Ол мысалы аңға шыққанда, немесе егін еккенде, ал Еуропаның кооперативі олар тұрақты болады дейді. Біздің барлық енді өзгертетін сол, біздің кооперативтеріміз, рулық шаруашылығымыз, сол енді тұрақтылық болсын. Мысалы, 1924 жыл Мәскеуден жолдаған хаты бар. Дания және кооператив қозғалысы деген. Сонда дейді, бізге ештеңе ойлап табудың керегі жоқ. Қазақтың қолынан келетін ең басты шаруасы не? Мал бағу. Қазақтың жері мал кіндігі дейді. Біз мал шаруашылығына қатысты біз Данияның үлгісін алатын болсақ, мысалы Дания дейді, кезінде егін шаруашылығын айналыстыра, олар жағдайына білгеннен кейін, ол енді мал шаруашылығына ауысты дейді. Біз неге өзіміздің мал шаруашылығымызды бір артта қалған шаруашылық деп қарастырамыз? Америка құрама штаттарын алсаңыздар, мынау алғаш кездерінде олар тек мал шаруашылығымен айналысты. Аустралияны алып қарасаңыз, осы күнге дейін мал шаруашылығы. Бүкіл әлемді, әлемнің 1/4 малдың етпен асырап отырған кім? Аустралия. Әлиханның 13-ші жылы жазғаны бар. Ағылшындар Аустралия құрлығын ашқанда жерін зерттеп көрсе, дәл қазақтың жерінде екен. Сосын олар ол жерде мал шаруашылығын дамыту керек деген ұғымға келді дейді. Біз мал шаруашылығын дамыту арқылы оны заманауи технологиямен санын азайтайық. 100 жыл бұрын соны көргендікпен айтып отыр. Көргендікпен айтып отыр. Бізге ешқандай бір жаңалық ашудың керегі жоқ. Қазақтың өзінің төл шаруашылығы арқылы біз былай айтқанда агроөнеркәсіптік мемлекетке айналудың табалдырығында тұрдымыз. Әлиханның айтатын себебі сол, біздің қазақтың жерінің әрбір тасы қазақтың кеудесіне түйме болып тағылу керек. Әрбір жүн қазақтың иығына тоқыма болып келу керек. Бұл айтқанда қазақтың жер байлығы ең алдымен қазақтың өзіне қызмет ету керек деген. Мысалы бүгінгі күні әлемде мысалы азық-түлік қауіпсіздігі деген термин пайда болып, үлкен мәселе болып жатыр. Иә, міне Әлиханның айтатыны, Аустралияның қойы 3 ай бойы мұхит кемесінің несінде қоймасында жатады да, сөйтіп бүгін Мәскеу мен Санкт-Петербордың базарында сатылады. Неге сол Санкт-Петербордың Мәскеудің базарында неге қазақтың қойы сатылмайды дейді? Қазақтың қойыны. Орыстың Кулешов деген бір профессорының кітабынан үлгі айтып отыр дейді. Жер бетінде қазақтың қойының етіндей нәрлі ет жоқ дейді. Біз оны осы күнге дейін мақтан ете аламыз. Өйткені мысалы көрші біздің Қытай бар, солтүстігімізде аю бар. Ал сол елдер, сол қазақтың қойының, жылқысының етіне олар мұқтаж емес пе? Мұқтаж болғанда қалай? Біз неге солардың дәл қақ ортасында отырып, неге соларға өзіміздің бүкіл агроөнеркәсібіміздің өнімін неге экспортқа шығармаймыз? Сіз білесіз бе, мынау Беларусь біздің үстімізден қаншама қашықтан астықтап өтіп, Қытайға қаншама ауыл шаруашылық өнімін өткізіп отыр. Көрші отырып, біз не өткізбейміз? Біздің осы 32 жылдық тәуелсіздікке жеткен жетістігіміз сол, қазір біз сиырдың етін анау мұхиттың ар жағындағы Аргентинадан импорттаймыз. Жылқының етін Бельгия мен Бразилия импорттайды. Жылқының етін импорттайды. Біз сондай шамаға жеттік. Біз экспорттап жатқан жоқпыз. Біз импорттап алып отырмыз. Ең қызығы, ең масқарасы сол, Аргентинадан импортпен келетін сиырдың еті біздің сиырымыздың етінен арзан ғой. Сонда біз елімізде шығарып жатқан колбаса дейді, тағы басқалар, бәрі сол Аргентина мен импортпен келетін еттен жасалып отыр. Өйткені олар арзанды, өзіміздің етіміз өзімізге қымбат болып отыр.
Енді мысалы адам құқықтары делік. Біздің конституциямыз егер шындыра бұлжытпай орындалатын болса, негізі конституциямыз жаман емес. Жазылуы жақсы ғой. Жазылуы жақсы. Бірақ конституцияның ол өз алдына өмір сүреді. Әшейін біздің былай айтқанда бір жыртығымызды жамау сияқты отырады. Ал мысалы 20-шы ғасыр басында Алаш конституциясының жобасын алатын болсақ, ол конституциямен бүгінгі Қазақстан конституциясын алып қарасаңыз бар ғой, Алаш конституциясын ешқандай бұрмалауға келмейді. Ол конституция бойынша мысалы біздің 3 билік бар. Заң шығарушы билік, сот билігі және атқарушы билік үкімет. Үшеуінің тепе-теңдігі толық қамтамасыз етілген. Ал біз әлі де президенттік, суперпрезиденттік республика қалып отырмыз. Сонда біз осыдан 100 жылдан астам бұрын өмір сүрген, 2,5 жыл ғана өмір сүрген Алаш республикасының деңгейіне әлі жете алмай жүрміз. Өзіміздің саяси, әлеуметтік, экономикалық шамамызбен. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, осыдан 100 жыл бұрынғы Алаш республикасының осы бүгінгі Қазақстанға, 21-ші ғасыр басындағы Қазақстанға беретін тағылым мен сабағы өте көп. Біз соны елемей отырмыз. Дайын тұрған рецепт ғой. Дайын тұрған концепция. Иә. Енді осы бүгінгі Қазақстанды алатын болсақ, қазіргі жағдайға 32 жылда біз байқасақ, қазір біз ине де шығармаймыз. Тіпті бет сүтіне орамал да шығармаймыз. Оның себебі біздің билік басында, сол біз осыдан 32 жылдан астам 91 жылдың 16 желтоқсанда тәуелсіздік жариялағанда билік басында кімдер отырды? Кешегі коммунистік партия мен комсомолдың қайраткерлері отырды. Содан бері бұл билік ешқашан бұқара халықтың қолына көшкен емес. Ешбір біз білеміз 32 жылдың ішінде бірде-бір бүкіл халықаралық қауымдастық мойындаған не президент, не парламент сайлауы болған жоқ. Сол сайлау бізде әшейін жай арзан спектакльге айналған. Біз соңғы өткен жылдың наурыз айында болған, осыдан тура 1 жыл бұрынғы парламент сайлауын еске алып қалған болсақ, тіпті анау нөмірі 1-ші президентпен де мақтанатын алғашқы президенттің заманында дәл ондай масқара сайлау болған жоқ еді. Сондықтан біз билік әлі де сол кешегі компартия мен комсомол қайраткерлерінің қолында қалып отыр. Сондықтан қазір дәл бүгінгі қазақ халқы үшін, Қазақстан үшін билік басындағы былай айтқанда ұрпақ түгел кетіп, жаңа ұрпақ келмей, бүгінгі Қазақстан қайыр жоқ. Ал келесі ұрпақ, жаңа өзіңіз айтқандай, шындыра, мен көбінесе енді студенттермен ары кетсе, көбінесе өзіміз былай айтқанда ғылыми ортада айналысамын. Сол ортада әрине олардың Алаш туралы енді азды көпті білімі бар, хабар бар. Ал бұқара халық ол туралы білмейді. Сол себепті қазір Қазақстанда не көп, неше түрлі діни секталар қатап кеткен. Олардың бәрі қазір әрқайсысы істеген аузында Алашты қалай біз солай бұрмалап жатыр. Мысалы Алаш қайраткерлерін тіпті шетінен былай діни фанатиктер қылып көрсеткісі келеді. Оның ішінде өзіміздің ғалымдар айтып жүр. Байқалды ол да, иә. Ол ғалымдардың аты жөнін атап былай айтқанда жүнін түптемей қояйын, бірақ өздері біледі. Мен олармен талай айтысып келе жатырмын. Тіпті осы анығында бағдарламада жазылып тұр ғой, дін мемлекеттен бөлек деп жазып қойған болатын Алаш. Әлиханның тіпті Алаш республикасын құрар алдында, екінші жалпы қазақ-қырғыз құрылтайының алдында айтқан сөзі бар ғой. Мен кадет партиясының неге шықтым деген мақаласын айтады. Иә. Мынау француз және басқа елдердің, онша Ресейдің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, егер молда мемлекеттен айлық алатын болса, ол мемлекеттің жетегіне кетіп қалады. Дін ісі аяқ асты болады. Қазағым дінің гүлденсін десең, онда мемлекеттен бөліп ал деген. Тіпті алысқа бармай-ақ қойық, біз осы 95 жылы қабылданған халық бұқаралық референдум арқылы қабылданған конституция бойынша біз зайырлы мемлекетпіз. Ал сол заманда біздің бас муфтиді кім тағайындап келді? Президенттің өзі тағайындап келді. Бұл нені білдіреді? Сонда сол конституцияның атасы президент Нұрсұлтан Назарбаев өзі қабылдаған конституцияны аяққа таптап дін ісіне араласып келді. Бұлайтқан бас муфтиді тағайындап келді. Соңғы муфтиді сайлағанды көрсек, біздің сол кездегі бір министріміз сол муфтидің сайлауына барып қатысып келді. Бұл не деген сөз? Мемлекет ешбір қисынсыз діннің ісіне араласып келе жатыр. Оның есесіне елімізде қазір қаптаған сақалдылар, келте шалбарлар қаптап кетті. Оның артында тұрғандар кім? Өзіміздің билік емес па? Асылбек Мусин дегенді білеміз ғой. Қайрат Сатыбалды, Бекболат Тілеухан кімдерді алып келді елімізде? Қазір елімізде бұл айтқанда, елімізді қай жерде бір қарсаңыз, сондай діни секталар қаптап кеткен. Сонда біздің ұлттық қауіпсіздік комитетіміз айғарап отыр ма? Біздің қазір тарихымызда бұрмалап жүрген кім? Солар. Алаш қайраткерлері Әлихан үйтіпті, Бақмет Байтұрсын үйтіпті, бүйтірді.
айналайын-ау 20 ғасыр басында олар шындыра көбісі медресе оқып қара танығаны рас, бірақ 20 ғасыр басында қазақ мектебі деген ұғым болмай тұрған кезде кез келген қазақ ауылдың молдасынан одан ары кетсе бір діни медресе болып, ол молда болу үшін оқымайтын, қара тану үшін оқитын. Әлиханның өзінен бастап ол да Қарқаралыдағы Зариев деген молдадан бар білім қара таныды, одан кейін бар қалған білімінің бәрі қандай білім болды? Тек зайырлы білім болды. Және алаш қайраткерлері 17 жылғы ақпан төңкерісіне дейін зайырлы қазақ мектебінің оқулықтары мен оқу мекемелерінің негізін қалап берген жоқ па? Ал кеңес үкіметі орнағаннан кейін 20 жылдан кейін осы біздегі қазіргі жоғарғы оқу орындарының денін құрып берген кім? Солардың білім беру, оқу құралдарының бәрін жазып беріп, солардың негізін қалап кеткен кім? Алаш қайраткерлері. Осы күнге дейін. Тіпті мысалы біз Қаныш Сәтбаевты мақтан етеміз. Қаныш Сәтбаев 20 жылдардың ортасында тұңғыш алгебра оқулығын жазып кеткен кім? Қаныш Сәтбаев. Жаңа психология, педагогика, тіпті астрономия әліпбиі, айтқанда бүгінгі жұлдыз ғылымы. Соның бәрі негізі қашан қаланды? Биологияны алып қараңыз, табиғаттануды алып қараңыз. Осы ғылымдардың жалпы осы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның 21 ғасыр басында Қазақстанның барлық ғылым саласының негізін 20 ғасырдың басында алаш қайраткерлері құрып берді. Олардың оқулықтарының көбін жазып кетті. Мынау алаштың насихатталу туралы қайта оралайықшы. Мысалы, кезінде қайбір жылдары қайта жаңғыру, мәңгілік ел деген сияқты бір идеялар пайда болып, ол кеңінен насихатталып жан-жақты ақпарат құралдарынан үздіксіз. Одан кейін тіпті оқулықтарға дейін, мектеп оқулықтарына дейін кіріп кетті сол нәрсе. Мысалы, алаш неге дәл солай насихаттамасқа? Өйткені тағы да қайталап айтуға тура келеді. Өйткені біздің қазір 32 жылда басшылығы ең көп ауысқан ол қай министрлік? Мәдениет және білім беру министрлігі болды. Ең көп ауысқан. Бұның астарында не жатты? Ойлап қарасақ, 32 жыл билік басындағы біздің билік, бұл айтқанда елде ғылым мен білім саласына диверсия жүргізді деп айтуға болады. Ауыз толтырып айтуға болады. Бір ғана шолып қарасаңыз, өйткені ең қатты құлдыраған не болды? Мәдениет пен білім саласы. Кез келген елді, кез келген халықты құрту үшін ол елді қарудың күшімен басып алу шарт емес екен. Ең басы оны ғылым мен білім саласына соққы берсең, ол халық өзінен ыдырай бастайды. Біз қазір сол қалыпқа тақап қалдық. Енді мынау алаш... Қазір енді осы сөзім жалғастырайын да, мысалы, қараңыз. Осыған дейін қазір парламентте отырған бір жігіт бар. Ол талай сұхбатында айтып келді. Қазақ қоғамында біз коммунистсіздендіру, кеңессіздендіру саясатын жүргізуіміз керек деп. Оның астарында не жатыр? Айтайын деген, бүкіл бастауыш мектептен бастап жоғары оқу орындарының барлығындағы барлық оқу құралдары, оқулықтардың бәріне біз кеңес дәуірінен қалған бар ғой, бүкіл мұраның бәрін сыпырып тастап, біз алаш дәуірінде жалпы қазақтың тарихына, әдебиетіне, біліміне қатысты материалдарды енгізуіміз керек еді. Басқаша айтқанда, біз 32 жылдың ішінде бүкіл білім саласын түбегейлі кешегі кеңестік дәуірден қалған мұрадан түгел арылтуымыз керек еді. Сосын қазір осы біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті, жоғарғы сот, ішкі істер министрлігінің мұрағаттарында жатқан бүкіл құжаттарды осыдан 2019 жылы билік басына келе салысымен президент Тоқаев жаппай қуғын-сүргінмен алаш ашаршылық құрбандары мен олардың ұрпақтарын ақтау туралы комиссия құрылды ғой. Сол сәттен бастап ақтала бастаған құжаттарды біз сол өткен ғасырдың соңында түгел ашып тарихымызды көрсетуіміз керек еді. Екіншіден, біз алаш идеясын сол ұлттық идеология ретінде ұсынуымыз керек еді. Мысалы, қай жылы осыдан бір 7-8 жыл бұрын қазақ халқының 7 құндылығы деген бір мақала шықты. Сосын бір бағдарлама пайда болды. Қайта құру деген сияқты да. Атын ұмытып отырмын. Бағдарлама болды осы соңғы 7-8 жылдық жасалып кетті. Қайта жаңғыру. Қайта жаңғыру, сосын ұлы даланың 7 қыры деген. Егер сол 2 мақаланы оқып қарасаңыз, онда өте керемет мәселелер айтылған. Оның бәрі шенеуніктерге тапсырылғаннан кейін, оның бәрін кәдімгі құйдырғы нәрсеге айналдырып жіберді. Не дегенде сол 2 мақалада біздің идеологиямыздың негізі жасалды. Егер соны біз шындыра идеология айналдырған болса, оны шенеуніктерге емес, бұл айтқанда мәдениет, ғылым қайраткерлеріне беру керек еді. Мәселе осында.
міне сондықтан біз 32 жыл ішінде қазір енді не қылатын болсақ, түгел қоғамды өзгертеміз дейтін болсақ, онда біз жаңа кеңессіздендіру, коммунистсіздендіру саясатын нақты жүзеге асыруымыз керек. Ол жаңа бүкіл құпия құжаттардың бәрін түгел ашу, ол бір. Екіншіден, айтып отырмын ғой, бүкіл білім беру саласындағы кеңес дәуірінен қалған оқулықтар мен материалдардың бәрін түгел жойып, орнына тәуелсіз Қазақстанның ұлттық мүддесі тұрғысынан жазылған еңбектерді енгізуіміз керек. Сонда ғана біздің қоғамымыз, былай айтқанда, тап-таза болып жаңарады, өзгереді. Біздің санамыз өзгереді. Ұлттық құндылықтарымыз жаңғырады. Тарихымыз жаңғырады. Біз егер төл тарихымызды білсек, онда біздің ұрпақты біз отаншыл, патриоттық сезімді тәрбие аламыз. Ал жаңа анау Егемен Қазақстан мен Айқын газетінде шыққан материалдар. Оны байқасақ өткен жолы ұлттық құрылтайдың Атырауда болып өткен 3-ші мәжілісінде оны президенттің аузына да салыпты. Біз 20-шы ғасыр басындағы қайраткерлеріміз бір-біріне қарсы қоймайық деп. Айналайын-ау, тарихшы ғалымдардың алдында біреуді ақтау, біреуді даттау міндеті жоқ. Ондай міндет тұрмайды. Ал тарих ғылымының алдында тұрған басты мақсат ол өткен тарихымызды айнадай көрсету. Ағын ақ, қарасын қара. Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов туралы айтып тұрсыз. Бұл иә, біз егер шындыра біз оларды ақтауға тырыссақ, онда біз ұрпаққа қандай үлгі береміз? Өзің жеке басың, қарақан басың қамы үшін сен ұлтыңды сатуың керек па? Сонда сол біз үшін құндылық бола ма? Алаш қайраткерлері тіпті 30-шы жылдары олар ертемен кешпе түгел қамалып ақтау жазадан кететінін олар жақсы сезді. Әлиханның 1924 жылы ма Дінше Әділұлына жазған қысқаша ғана хаты бар. Сол кезде бұл Міржақып Дулатұлының келінін сол Соловкиге шығарып салып тұрып, сонда ойға келдім дейді. Дүниенің кеңдігіне не пайда, өз етігің тар болса деп. Әлихан сол кезде сезіп отыр. Міржақып өзінің жақын үзеңгілесі, ең адал үзеңгілесі Міржақыпқа келінін шығарып салып тұрып, ойына келген мақсаты сол. Міржақып кезінде сол Соловкиден Мұстафа Шоқай қашуын ұйымдастырайын деген кезде ол айтады, оны мен өзім туғандарыма кесірім тиеді, мен қашпаймын деп қалып қойды. Әлихан Бөкейханға кеңес үкіметі келген кезде 20-шы жылы әлеке сіз қашыңыз дегенде Әлихан жоқ. Мен халқымен бірге боламын. Көмілсем бір шұқырда бірге болайын. Дамысақ онда бір төбеде халқымен бірге болайын деп. Алаш қайраткерінің бірі де, мысалы басқа халықтардың бәрі тым-тырақай шетелге қашты ма, қазақ қайраткерінің бірі де қашқан жоқ. Соған назар аударайық. Бұл нені білдіреді? Бұны мысалы орыс тілінде немесе еуропалық тілдерінде пассионарлық зиялылар дейді. Олар бүкіл жан дүниесін, бүкіл білімін, бүкіл сана сезімін өзінің халқына кіршіксіз қызмет етуге сарп еткен азаматтар. Біз неге осы бүгінгі жастар үшін осы алаш қайраткерлерін неге насихаттамайды? Үлгі етіп ұсыну керек қой. Мәселе сол. Өйткені бүгін байқаңыз, тіпті Абайды сынға алатындар бар. Байқадыңыз ба, өткен жолы бір ғалым әйел Абай ол Әлиханның лақап аты деген шығарды. Абай деген өмірде болмаған, ол Әлиханның бір жасырын лақап есім дегенді шығарды. Сөйтіп, байқасаңыз, біздің тарихымызда бізге үлгі болатын тұлға қалмаған сияқты. Бір кезде, мысалы, 80-ші жылдар Олжас Сүлеймен біз үшін бір шындыра мақтаныш болды. Қазір Олжас Сүлейменді емес, тіпті Тоқтар Әубәкіровті алайық. Оны да біз қара жағып болдық. Басқа кім қалды? Дұрыс айтасыз, алаш арыстарын бүгінгі ұрпаққа үлгі етіп ұсынуымыз керек, себебі мысалы мынау алаш басында тұрған азаматтарымыз, арда ұлдары қазақтың қырылды, атылды, репрессияға ұшырады, елге жан ашыр деген елді алға сүйрейін деген қазақтың перзенттері репрессияға ұшырады. Одан кейін жаңа аштықта қанша миллион қазақ тектен тек қырылды мысалы. Енді әлемдік тәжірибеде осындай жағдайларда қанша уақыт өтсе де кейін сол қырғынға себепкер болған мемлекеттен өтемақы талап ету тәжірибесі бар. Мысалы осы нәрсенің бәрін істеген мысалы Кеңес империясы. Олардан өтемақы талап етуіміз, олардан өтемақы талап ету мүмкіндігіміз бар ма бізде сондай? Дәл қазір биліктің заманында, дәл биліктің тұрған тұсында, қазіргі парламенттің жағдайында ешбір адам ондай өтемақы талап ете алмайды. Дәл ондай оқиғаны мен мысалы біраз жыл Чехияда тұрдым. Сол алғашқыда Чехословакияның, кейін Чехия Республикасының тұңғыш президенті болған, демократиялық жолмен сайланған президенті Вацлав Гавелдің жүзеге асырған
саясаты бар. Мысалы кеңес дәуірінде біз цеба деген Чехословакияның аяқ киімін жақсы көретінбіз. Ол кейін батя деп аталып кетті. Сөйтсем Чехия үкіметі сол жаңа цеба, ал бұрынғы батя аяқ киім фабрикасын, соның атасы өз баяғыда дүниеде өтіп кеткен екен, соның немерелері Америка құрама штаттардан тұрады екен. Соларды шақырып алып, сол фабриканы өздерінің қолына беріп, онысын олар мемлекеттің меншігінде болған заманындағы қолдан шығарып алған бүкіл табысын үстіне қосып беріп, өтемақысымен беріп, қолдарынан табыс еді. Әділеттілік. Бұл Чехияда, мысалы шығыс Еуропа елдерінде, бұл табиғи нәрсе. Ал енді Қазақстанда алып қарайық. Шындары алаш қайраткерлерінің бәрін атқанда, олар жай көшеде жүрген жерден ұстап алып, бәрін атып тастаған жоқ. Олардың былай айтқанда ата-бабадан қалған жер телімдері болды, рулық жер телімдері болды, баспаналары болды, малдары болды, дүние мүлкі болды. Соның бәрін мемлекет түгел сыпырып алған жоқ па? Соны мемлекеттің өзі неге ойластырып, солардың ұрпақтарына, мысалы Әлихан Бөкейханның ұрпақтары тұрады Мәскеуде, тікелей еркеккендік ұрпақтары бар. Неге соларды елге шақырып алып, неге соларға зор сияпат көрсетпейді? Мен бір кезде мынандай бір ой келген. Мысалы біз төре тұқымы, төре сұлтан Шыңғысханның тікелей ұрпақтары. Мысалы Ұлыбританияда лордтар палатасы бар, оларда екі палатадан тұрамыз. Лордтар палатасы бар, сосын қауымдастық палатасы бар да. Палата общин деп атайды. Әлихан да ол көп жазады. Мысалы лордтар палатасында кешегі ақ сүйектерінің ұрпақтары отырады. Біз өзіміздің тарихымызға айтқанда тағзым етіп, сол кезінде қазақ этникалық мемлекетін құрған төре тұқымы Керей Жәнібек, сол төре тұқымдардың ұрпақтарына мысалы парламенттен бір неге 10 орын бермейміз? Бұл өзіміздің тарихымызға деген тағзымымыз, ризалығымыз. Президенттің 10 орны деген сияқты. Мәселе осы. Ол бір идея болатын. Оның жүзеге асатын аспайтын бір Құдайдың өзі біледі. Ал енді біз өзіміздің тарихымызға тағзым етіп, сол тарихи тұлғалардың ең болса ұрпақтарына неге құрмет, сияпат көрсетпейміз? Мәселе осында ғой. Мысалы, Тұрар Рысқұлдың тіпті сатқын болған Тұрар Рысқұлдың ұрпақтары қайда тұрады? Мәскеуде тұрады. Мұхамеджан Тынышпайұлының тікелей ұрпақтары осы Татарстанда тұрады. Аты жөндерін өзгертіп. Біз соларға, мысалы, өзіміз білетіндей, 2019 жылы президент Тоқаев сол жаппай қуғын сүргінмен, ашаршылық құрбандарымен олардың ұрпақтарын ақтау туралы жарлық қойып, мемлекеттік комиссия құрды. Ол комиссия 3-4 жыл жұмыс істегеннен кейін, қазір ол жарлық күшін жойып, мемлекеттік комиссия таратылды. Бұның астарында не жатқанын түсіне беріңіздер. Басқаша айтқанда, қаншама құжат мүмкін құпиясызданған шығар, бірақ тағы да қаншама құжат құпиясызданбаған күйі қалды. Жабық күйінде. Демек, бұның астарында не жатыр? Бірінші мемлекет сол кешегі жаппай қуғын құрбандардың ұрпақтарына, оларға не саяси, не заңнамалық ақтауға олар мұқтаж емес. Олар әрқашан халықтың жадында ақ болып қала берді. Оны біз жақсы білеміз. Ал олардың ең басты мұқтаждығы не болды? Олар моральдық және материалдық ақтауға мұқтаж болатын. Осы күнге дейін. Олар тіпті олардың ұрпақтары аман қалса да, олар кеңес дәуірінде тек тепіріктің астында өмір сүрген жоқ па? Олар қара тізімде жүрген жоқ па? Мен өз көзіммен көргенім Әлихан Бөкейханның немере інісі болатын, Сырым Бөкейхан деген. Ол кісі 13-ші жылы қайтыс болып кетті жүрек ауруынан. Оның Нұрым деген інісі бар. Ол кісі 90 жылдардың бірінші жартысында Мәскеуге қашуға тура келді. Олар әлі күнге дейін оның бүкіл ұрпақтары Мәскеуде тіпті орыс болып кетті деп айтуға болады. Олар Мәскеуде мүмкін олар орыс болып кеткен жоқ шығар, бірақ қазақ еліне келгенде олар қазақ болып жарыта алмайды. Өйткені оларға ешқандай құқы жоқ. Оларға биліктің жылы көзқарасы жоқ. Мәселесі. Әйтпесе Нұрым Бөкейхан өте білімді азамат. Кезінде Атыраудағы мұнай өңдеу зауытының және ғылыми зерттеу институтының директоры болған. Олар елге келсе, олардың білімі, тәжірибесі біздің қазақ қоғамына өте керек еді. Оның үстіне біз мұнайлы ел болғаннан кейін бізге мұнай, газ өңдеу зауыты, химиясы керек. Ал сол мамандар біз неге елге қайтып жиып алмаймыз? Қазір байқасаңыз, 32 жылда болашақ бағдарламасымен білім алған біздің ондаған мың азаматымыз қайда жүр? Елге келеді өзінің білімін, тәжірибесін жүзеге асырғысы келген азаматтар ештеңе орын таба алмай, баяғы Ұлабай айтқандай, әрқайсымыз бір кірпіш орын тапта бар қалан дегенде, олар өз елінен қананатын жер таппай шетелге кетіп жатыр. Сөйтіп біздің қаншама
қаржы жұмсап білім берген азаматтарымыздың бәрі сол білімін шетелдерге сарп етіп жатыр. Ал осы жастардың бәрін елге алдыруға біздің толық мүмкіндігіміз бар. Оларға жағдайын жасап берейік. Кәсіпкермен айналыса ма, ғылыммен айналыса ма, не білім берумен айналыса ма, бәріне жағдай жасап берейік. Олар керісінше бүкіл білімін шетелдің, басқа елдердің, бұл айтқанда, ол біздің шетелге қойған, бұл айтқанда, инвестициямыз болып тұр. Қайтарылмайтын. Өйткені бір балаға білім беру ол деген қаншама уақытты қаражатты талап етеді. Біз неге соған неге мұқият қарамаймыз? Жоқ, онда ешкімнің шаруасы жоқ. Бізде билік басында бір ұрпақтың азаматтары отыр ма? Солар бір ұрпақтың. Кеше кеңес одағын билеп төстеген кеңестік азаматтарымыздың ұрпақтары бүгін тағы да елімізде билеп төстеп отыр. Өйткені бізде бұл айтқанда шынайы сайлау болған жоқ. Билікке бұл айтқанда халық қалауымен келген азаматтар жоқ. Бәрі де Ығай мен Сығайдың балалары. Кешегі кеңестік дәуірдегі Ығай мен Сығайдың балалары отыр. Мен ол жерде билікке таласып отырған жоқпын. Шында. Мемлекеттік орган өзінің функциясын дұрыс атқаруын сұрап отырсыз. Бұл кез келген әр ұрпақ бір ғой, ауысып отыру керек емес па? Қазіргі мысалы дәл 21 ғасыр басында Қазақстанды жаңа ұрпақ билеу керек. Жаңа ұрпақ басқару керек. Олар қалай жылжу керек, қалай бет алуымыз керек, солар біледі. Ескі ұрпақ емес. Мұнда енді бүгінгі Семей қаласының атын Алаш деп ауыстыру туралы ұсыныс айтып жүрсіз. Жақындарда мүмкін нәрсе ме бұл? Енді бұл олай болатын болса, шынында да бұл жаңағы қаланың өзінің тарихи атауын қайтару болып шығады бір жағынан. Бір кездер Алаш. Бұл өте орынды сұрақ. Біріншіден мен таңғалдырып отырғаны, керемет таңғалдырып отырғаны, қазір қайсы бір жер су атауының, елді мекеннің атауын өзгерту туралы шешім қазір тікелей президент әкімшілігіне қарап қапты. Оның бәрі тек президент әкімшілігінен ғана шешіледі екен. Онда бізге мемлекеттік республикалық ономастикалық комиссияны ұстаудың қажеті қанша? Олардың басқа істейтін шаруасы жоқ па? Мен таңғаламын. Осы кездесудің алдында ғана бір кісімен әңгімелестім. Ол қазіргі Қызылжар, Петропавл дейміз, Қызылжар қаласында Әлихан Бөкейхан атындағы мешіт салып жатыр. Сол мешіттің алдында Алаш аллеясы болу керек. Сол аллея ортасына Әлихан Бөкейханның ескерткішін орнатамыз деген жоба бар. Сол жобаны жүзеге асыру үшін алдымен қала әкімімен, одан кейін облыс әкімімен әңгіме болған. Облыс әкімінде, қала әкімінде оған ләббай деп отыр, бірақ тек президент әкімшілігі батасын берсе деп отыр. Түсінікті. Бізде сол қазір бүкіл шешімді баяғыдай тек бірақ қана шешім қабылдайтын орда бар. Ол тек Ақорда. Сонда Ақорданың одан басқа істейтін шаруасы жоқ па? Мен осыған түсінбеймін. Онда үкіметтің қажеті қанша? Республикалық, сосын облыстық, қалалық ономастикалық комиссиялардың ешқандай қажеті болмай қалады. Ешқандай қажеті жоқ, шынында да. Оны тек қана бір ғана президент әкімшілігі шешетін болса. Сол сияқты ол негізі біз тағы да бір білмейтін нәрсеміз. Біздің осы Қазақстан үшін бар ғой, өте маңызды болатын мәселе. Ол Қазақстанның айтқан тарихи тамыр бар екенін көрсететін нәрсе біріншіден. Біз қарулы күштердің құрылған күні деп 7 мамырды атаймыз, дұрыс па? Тәуелсіздік. Ал Қазақстанның тұңғыш тұрақты қарулы күштері құрылған күн ол 1918 жылдың 24 маусымы. Сол күні Әлихан Бөкейхан Алашорда үкіметінің құрамында қарулы күштердің қорғаныс министрлігінің міндеттері жүктелген, құзыры мен міндеттері жүктелген әскери кеңес құру туралы жарлыққа қол қойды. Ал сол әскери кеңестің тұңғыш меңгерушісі болып, штабс капитан, бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Хамит Тоқтамысұлы деген азамат. Ол біздің тарихымыз. Бұл тарихты бүгін жастар оқыса керемет таңғалмай ма? Біздің тәуелсіздікке дейін тарихымыз болған екен ғой. Біздің қарулы күштеріміз одан әлдеқайда ерте құрылған екен ғой де. Мысалы биыл сол тұңғыш қарулы күштеріміздің құрылғанына 106 жыл толады. Біз неге осыны тойламаймыз? Неге біз Дариғаның туған күнін тойлауымыз керек? Қарулы күштер деп. Ол бір. Екіншіден, біз тұңғыш астанамыз деп Орынборды айтып келеміз. Оның бәрі далбаса. Өйткені Орынбор тек 26 жылдың қыркүйегінде ғана кеңес үкіметінің көсемі Лениннің қол қойған жарлығымен Астана болған. Ол егер мысалы декрет 1920 жылдың 25 тамызында қол қойылса, Орынборды Астана қылуға сол кезде билік болсында айтқанда төңкерістік Қырғыз комитеті
комитеттің мүшесі болған Ахмет Байтұрсынұлы оған қасарысып болмады. Өйткені Орынбор бізге Астана бола алмайды. Өйткені бұл Орынбор казактарының астанасы. Башқұрт жеріне салынған Орынбор казактарының астанасы. Ол бізге Астана болмайды. Өңкей казактардың ортасына отырып біз елімізді басқара алмаймыз деп қасарысып келіп, ақырында Кремльдің айтқанда діттеуімен ақыры Орынбор Астанамыз жерленді. 20-шы жылдың қыркүйек айында. Ал оған дейін 17-ші жылдың желтоқсанынан сол 20-шы жылдың тамызына дейін осы бүгінгі қазақ мемлекетінің тұңғыш астанасы деген қала, ол бүгінгі Семей қаласының Жаңа Семей деген ауданы. Ол 17-ші жылдың мамыр айына дейін Заречный Слободка деген кент болып аталды. Ол жерде көбінесе қазақтың зиялылары мен көпестері, оқушылары тұратын. Көшелердің атауы сол кезде Алаш көшесі деген сияқты сөйтіп қазақи атаулар болған. Сөйтіп оған Алаш деген атау берілді. 17-ші жылдың мамырынан 26-ші жылға дейін сол Алаш қаласы болып келді. Кейін 26-ші жыл оны Семей қаласын қосып жіберді. Ол қазір Семей қаласының Жаңа Семей ауданы болып тұр. Сол аудан, егер біз оған Алаш деген атауын қайтарып берсек, бұл тарихымызға тағзым болар еді. Бұл тағы да бүгінгі Қазақстанның тамыры сонау 20-шы ғасырға дейін баратынын көрсетер едік біріншіден. Және сол Алаш Жаңа Семей ауданындағы кешегі Алашорда үкіметінің мекемелері, ғимараттары әлі тұр. Бірақ ешбір күтімсіз әбден тозығы жеткен күйде. Оны біз талай жаздық, оған назар аудардық. Президент әкімшілігі не істеп отыр? Егер ономастиканы бақылап отырсаң, әрбір жер су атауының өзгерін қарап отырсаң, сен сондай тарихи нәрселерге неге назар аудармайсың? Әйтпесе кеңесші ретінде тарихшыларды, ең болса алаштанушы ғалымдарды неге тартпайсыңдар? Жоқ, оларға ондай шатағы жоқ. Мысалы, бүгінгі күні шетелдерден байқаймыз ғой, мысалы, қонақ үйлеріне барсаңыз, бір нөмірді, бұрышын осы жерде пәлен деген бір белгілі танымал бір адам тұлға отырды болған деп. Түнеп кеткен, бір екі күн түнеп кеткен деген жазу тұрады. Оның ақысы жоғары болады. Мысалы, бұл жай ғана бүгінгі заманда болып жатқан нәрсе. Ал енді тұтас бір елді жақсылыққа сүйреген азаматтар қызмет еткен ғимараттар, меніңше ол көздің қарашығында сақталу керек сияқты. Жаңа бұл мына бүгінгі заман ұрпақты кішкене Алашқа жақындатудың бір тетігі болады. Мәселе осында. Екіншіден, мен өткен жылы президент Тоқаевтың құрылтайда айтқан сөзіне мен керемет таңғалып қалдым. Біріншіден ол елтаңбаны өзгертейік деп, екіншіден сосын біз ескерткіштер территориясы деп атайтын болыпты. Қай заманнан бері біз ескерткіштер территориясы деп атайтын? Сонша біздің елімізде ескерткіш қаптап кетті ме? Қаптап кеткен ол қандай ескерткіш? Кеңес дәуірінен қалған ескерткіштер. Біздің айтқанда жалған ай жүзді азаматтарымыз. Мысалы, Алматы қаласындағы Амангелді батырға ескерткіш орнатылған зәулім. Айналайын-ау. Ол Амангелді, егер Амангелдінің бүгін әруағы тіріліп келсе, Амангелдінің ескерткішін көріп, бұл мынау кім деп сұрар еді. Оған сол фильмді көрсететін болсақ, 36-шы жыл sonra Амангелді батыр туралы фильмді көрсететін болсақ, ол айтады, мынауың кім? Амангелдінің өзі тұрып келсе, ол мойындамас еді, танымас еді, ол кім деп. Өйткені біз білетін Амангелді ол кеңестік жалған идеологияның өнімі. Оның алдында есіңізде болсақ, 36-шы жылы Кремльдің тапсырмасымен Всеволод Иванов, Бейімбет Майлин, Ғайып Мүсірепов үшеуі пьеса жазады. Сосын Амангелді батыр деген фильм сол пьесаның желісімен түсірілді. Ол фильмді қарап отырсаңыз, ол фильмді осы күнге дейін көрсетеді ғой. Ол фильмде Алаш қайраткерлерінің бәрі кім? Кеше патша үкіметінің сарқыншақтары, жағымпаздары көрсеткен. Біз қашанғы жалған тарихымызды неге насихаттаймыз? Қазір кез келген елді мекенге барсаңыз, Лениннің, не Сталиннің, тағы басқа кеңес дәуірінен қалған, мысалы, Тоқаш Бокиннің мәселен, тағы басқа кеңестік ойдан, саусақтан суарылған, былай айтқанда, ай жүзді қайраткерлеріміздің ескерткіштерін көреміз. Біз шындыра егер бізді ескерткіш территориясы деп мазақ қылатын болса, сол ескерткіштің бәрін құртайық та, оның орнына қазақтың ұлттық мұң мүддесі үшін күрескен азаматтарымызға зәулім ескерткіш орнатайық. Мысалы, бір ғана Астананы алып қарайық. Енді оған күлесің бе, не жылайсың ба, оны айта алмаймын. Махатма Гандиге ескерткіш бар ма? Бар. Шарль де Голль генералға ескерткіш бар ма? Бар. Тіпті Пушкинге де ескерткіш бар. Тіпті Битлз тобына ескерткіш бар. Ал Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатұлы үшеуіне бір осындай үстел басына үшеуін отырғызып қойған, ол жерде тек анау жарты литрлік арақпен тек анау стакан ғана жетпей тұр. Сөйтіп оны қаламгерлер аллеясына орнатқан. Осыны біз ескерткіш деп атаймыз ба? Әйтпесе Шымкент қаласына барсаңыз, Алаш қайраткерлеріне бір жай шен жерге бір не қойып, плитка қойып, үстінен Алаш қайраткерлерін орнатып қойыпты. Ол ескерткіш па?
Ол мазақ емес па? Алаш қайраткерлеріне, мәселен, мына Алматыда Ахмет Байтұрсынұлына орнатты ғой. Сол сияқты мысалы кімге Жұмабек Тәшеновке орнатты, Қаныш Сәтбаевқа, зәулім, тіпті күйші Динаға керемет ескерткіш орнатты. Сонда осы мемлекеттің негізін қалаған, осы мемлекеттің атасы және оның тұңғыш президенті Әлихан Бөкейханға оның адал үзеңгілестері, осы бүгінгі мәдениетіміздің, тіліміздің негізін сақтап қалған, жазба мәдениетіміз қалыптастырған Ахмет Байтұрсынға, Міржақыптарға неге осы Астананың төрімізден неге зәулім ескерткіш орнатпаймыз? Жастарымызға осылай неге үлгі көрсетпейміз? Неге солар күнде теледидарын көрсетпесек, немесе солардың шығармаларынан неге үзінді келтірмейміз? Жасаған істерін неге насихаттамаймыз? Тіпті қазір мысалы алгебра оқулығын алайық. Оның алғаш алгебраны жазып кеткен кім? Қаныш Сәтбаев деп неге жазбаймыз? Биология оқулығын алып қарайық. Оның негізін жазған кім? Елдес Омарұлы немесе Міржақып Дулатұлы есеп кітабын алып қарайық. Солар неге жаңағы қонақ үйдегі бір бөлмені жазған сияқты? Сөйтіп неге көрсетпейміз? Міне бұл ұлттық идеология дегеніміз осы. Телеарнада мына қызбен қалай танысайық, ол саған ұнай ма деген сияқты мазақ хабарлардың орнына тарихымызға неге шолу жасамаймыз? Неге кешегі осы 100 жыл бұрынғы Қазақ Республикасы мен осы бүгінгі Қазақ Республикасының арасындағы сабақтастық пен айырмашылығын неге сипаттамаймыз? Қоғамны неге көзін ашпаймыз? Өйткені біз екеуін салыстырсақ, осыдан 107 жыл бұрынғы Алаш Республикасының осы бүгінгі Қазақстанға беретін үлгі өнегесі әлде қайда бүгінгі Қазақстанның Алашқа емес, Алаштың бізге беретін тағылымы әлде қайда басым екен. Мына Алаш Республикасының конституциясының жобасын алып қарайық. Ол жерде назар аударыңыз. Мемлекеттің ең жоғарғы билігі заң шығарушы, парламент. Оны ұлттық мәжіліс деп атаған. Ал президентті, мемлекет басшысын сол ұлттық мәжіліс сайлайды екен. Оны ақш-тың үлгісін алса керек, 4 жыл мерзімге. Бір адам дейді, екі мәртебеден артық президент болып сайлана алмайды. Сол кезде болған. Иә. Сосын оны министр институты қарастырылмаған. Бұл тағы да ақш-тың үлгісін алған. Мемлекет басшысы болып сайланған адам, президент, ол атқарушы биліктің төрағасы болып саналады. Бұл айтқанда үкіметті жасақтайтын президенттің өзі, және президент өзі бастап, үкімет әрбір жұмсаған тиыны, әрбір атқарған ісі бойынша парламенттің алдында есеп беріп отырады екен. Міне бұл тағы да керемет тағылымы не? Осылай парламенттің алдында әрбір жұмсаған тиыны үшін есеп беріп, әрбір жасаған қадам үшін есеп беріп үкімет болатын болса, онда біз жемқорлықтың қабырғасын сындыратын едік. Онсыз біз жемқорлықты жеңе алмаймыз. Қазір қазақтың сырттан төнген онша зор қауіп жоқ шығар, іштен шыққан іріткіміз сол жемқор болып отыр емес па? Көп рахмет ағаңызге. Біраз мағлұматтар айтылды. Енді осы өзіңіз бір сұхбаттарыңызда дұрыс айтып жүрсіз, мысалы құлдық санау туралы. Жаңада сөзіңізді айтып өттіңіз. Жаңа кеңестік кеңістіктендіру әлі жаңағы бізде әлі кетпей жатыр толығымен деп, біздің санамыздан, миымыздан. Жалпы мынау біз бүгінгі күнгі мына тұрғыдан қараған кезде, мысалы 100 жыл бұрынғы мына Алаш республикасының жойылып кетуі қазақ елін орасан зор нұқсан келтірді. Неге? Себебі қазіргі күні мысалы сол жылдары, сол деңгейде болған тарихтан мемлекеттерді қарайтын болсақ, Қазақстан кері кеткенде ана мемлекеттер бүгінгі күні халқының саны миллиондап саналады, және өз алпауыт мемлекетке айналып отыр. Сондай мүмкіндік бізде болды ғой мысалы? Болғанда қалай? Бізде бір ашық пікір айтып кетейін. Осы күнгі біздің тарихшы ғалымдарымызды алып қарайық. Тіпті тарихшылар ғана емес, оның үшін филологтарымыз бар, әдебиеттанушылар, ғалымдарымыздың негізі әлі де кеңестік шаблонмен ойлайды. Тар шаблонмен ойлайды. Өткен жыл бір осы аштық мәселесінен келгенде, мен өзім фактілерімді айта бастаған кезде бір белгілі тарихшы ғалымыз айтады, ол туралы факті жоқ қой деп. Айнал, сенің ғалым деген атың бар. Ғалым деген. Ол алдында факті болып тұрса, ол кез келген ғалым болмай-ақ, оны түсіне қояды. Ал сен ғалым болғаннан кейін, сен соның бір методикасын, жолын таба білуің керек. Аштыққа келгенде, осы күнге дейін біз ғалымдар, 1 миллион қырылыпты, 1,5 ақырында құлағынан тартып кеп 2,5 миллионға жеткіздік.
Ал алдымен сол ашаршылық басталған кезде қазақ халық қанша болды? Аштықтан кейін қазақ қанша қалды? Біз соны неге есептемейміз? осы есептен келгенде, мысалы алып қарайық. 1897 жылы Ресей империясында тұңғыш халық санағы болды. 1997 жыл. Сол санақ бойынша назар аударыңыз. Орта Азия халықтарының ішінде, Қазақстан Орта Азия халықтарының ішінде қазақтың саны 4,84,000 болса, оның өздері о қазақ көшпелі халық болғаннан кейін толық санаққа енбей қалды. Соның өзінде 4,84 болып отырмыз. Ал енді өзбегің 726 мың, сартың 768 мың, қырғызың 201 мың, түркменің 280 мың болды. Басқаша айтқанда, Қазақстан басқа бүкіл Орта Азияны мекендеген қырғыз, өзбек, түркмен бәрін қосқанда қазақтан 2 есе аз болыпты. 2 аз болыпты. Ал енді Әлиханның 1924 жылы осы бүгінгі Егемен Қазақстан, ол кездегі еңбекшіл қазақ газеті деп аталған газетте қазақ қанша деген мақаласы жарық көрді. Сонда 1924 жылы қазан айында қазақтың саны Әлиханның есебі бойынша, ал дәл сол кезде қазақтың саны Әлиханнан артық білетін адам болған жоқ. Өйткені сол 1897 жылғы есеп халық санағына Әлиханның тікелей өзі қатысқан. Шербен экспедициясының құрамында жүрген кезде. 1914 жыл бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында қазақтың саны 6,470,000 болды дейді. 6 миллион. Арада тура 10 жыл өткен 24 жыл қазақтың саны сол күйінде шамамен қалып қойды. Себебі дейді, 16 жыл көтеріліс бар. Одан кейін төңкерістік оқиғалар басталды, азамат соғысы болды деген, бірақ ол азамат соғысы емес, біз кейін кеңестік түсінікпен қабылдаймыз. Ол азамат соғысы емес, ол кеңес одағының қазақ еліне интервенциясы болды. Осын түсінейік. Бұл тағы кеңестік көзқарастан құтылу деген сөз. Одан кейін 21-22 жылғы ашаршылық бар, эпидемия бар, сол қазақтың табиғи өсімін құртты дейді. 1 миллионға жоқ адамды. Сөйтіп 1924 жылы қазақтың саны 6,5 миллионда болған. 6,470,000 болып қалды дейді. Арада тағы да 2 жыл өткеннен кейін кеңес одағының тұңғыш есебі бойынша қазақтың саны аяқ астынан 4 миллионнан кем болып қалыппыз. Ал 1937 жылғы, оны бұл айтқанда репрессияланған санақ дейді. Өйткені сол 37 жылғы санақтан кейін Сталин сол санақты жүргізген адамдардың бәрін түгел ату жазасына жіберген ғой. Сөйтсе, олар халықтың санын қанша кемдігін көрсетіп берген ғой. Ал сол 37 жылғы санақ бойынша қазақтың саны аштықтан кейін 2,1 миллион қалған. Жартысынан көп. Бұдан басқа қандай факті керек? Оның ішінде былай дейді. 1 миллионнан астам қазақ сол шетелге қашыпты. Монғолияға, Қытайға, Ауғанстанға, Өзбекстанға. Айналайын-ау. Кезінде кеңес одағы басшыларының, коммунистік партия басшыларының бірі Черненко заградительный отряд деген болған. Сол шекара байында тұрып, аштықтан, жаппай қуғын сүргеннен қашқан қазақтардың бәрін пулеметпен қарсы алып, қырып отырған. Малымен, бала шағасымен, кембір шалмен. Сөйтіп, шетелге егер 1 миллион қазақ қашқан болса, онда мысалы 17 жыл төңкеріске дейін Шығыс Қазақстанда, Құлжада, Шәуешекте қаншама осы күнгі мысалы 1,5 миллион халық болса, дәл 20 ғасырдың басында соншама қазақ тұрған. Егер 1 миллион қазақ қашып барған болса, олар 2,5 миллион болды делік. Анда сол арада өткен 80 жылдың ішінде олардың саны қанша болу керек еді? Шамамен бір кемінде 7-8-10 миллион болу керек еді. Ал енді мен олай дейтін себебін қараңыз. Егер 1897 жылы өзбектің саны 726 мың болса, арада 125 жыл өткен 2022 жылы өзбектің саны 30 миллионға жетті. Сөйтсек, өзбектер қанша есе өскен? 17,2 есе өсіпті. Ал егер қазақ дәл солай өскен болса, онда бүгін қазақтың саны 70 миллион болар едік. Ал егер біз қырғыздар сияқты 22,4 есе өскен болсақ, онда біздің санымыз 98-100 миллион болар едік. Одан тағы бір мысал келтірейін ба? Түркия халқы 27 жылы Түрк республикасын құрған кезде Түркияның халқы 5 миллионнан сәл асып жығылған. Бүгін Түркияның халқы 80 миллионнан асылып жығылады. Демек, бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Бүгін қазақтың саны кем дегенде 80 миллион болуға тиіс еді. Оның үстіне Әлихан Бөкейханның 1907 жылы жазған мақаласы бар. 1897 жылғы есептен кейін ол кезде Ақмола облысының Көкшетау оязында екінші рет санақ жүргізген кезде, сонда санақ жүргізушілер таңғалған. Қазақтың саны әлемдегі қазақтың табиғи өсімі әлемдегі ең жоғарғы 2,5 коэффициент екен.
егер де біз дәл сондай қарқынмен дамитын болсақ, онда Түркия жанымызда тұрмас еді. Біз 100 миллионнан асып жығалар едік. Сол қарқын. Экономикамыз дамитын еді. Ол былай айтқанда халықтың саны, экономиканың былай айтқанда демі. Егер шында алғашқы кеткендердің сол жобасы қазақтың өзінің ешқандай жаңалық ойлап таппай, тек батыстың білімін, Әлихан айтатыны бар, біз жер асты байлығымызды батыстың технологиясы білімін алып дамытқан жағдайда, ауыл шаруашылық өнімдерін, егін шаруашылық, мал шаруашылық солай өндіретін болсақ, онда бір шындыра Әлихан айтатыны бар ғой. Тек бұл Данияны мысалын келтіре отырады да, олар дейді, егер олар сол кооперативке бірікпесе, олар соншама фабрика, сонша зауыт алар ма еді дейді. Неге Әлихандар мысалы жергілікті өзін-өзі басқару тетігін қатты дамытуға тырысты? Өйткені бүкіл әлем земстволар, бүкіл ел дамытқан, өйткені бар ғой, орталық бірден дамайды. Егер жергілікті облыстар қатты дамыған болса, сонда орталық билік ол да қатты дамайды емес па? Сол репрессияның үлкен орасан зардабының бірі, бір ғана деректі айта кетейінші, өкінішке орай жақында ғана білдім бұны. Мысалы, дәл осы біз отырған, мысалы Қараөткел деп аталған осы маң, осы жерде жаңағы Көгрендердің заманында Баймұхамбет Қосшығұлов деген қазақтың ауқатты кісісі болған. Мен ол туралы мақала жазғам. Сол кісінің бір баласы Құрманғали Қосшығұлов деген кісі, ол да кәсіпкер болған үлкен. Мәскеуде экономикалық университетті бітірген бала ғой. Бітірген Санкт-Петербургтан сол кезде енді шығып жатқан көлік әкеліп сатқан осы Көгрендерге сол кісі екен әкеліп сатқан. Американың машинасын. Иә, Американың. Кадиллакты. Кейін ол кісі ойланады да, мына Германияға барып, Германиядан қазіргі Opel деген бар, зауытпен келісіп, тіпті 4 инженерін алдыртқан, осы жерде қазақ жерінде көлік құрастыратын болып келіскен, көрдіңіз бе? Мысалы, сол 100 жыл бұрынғы нәрсе осы. Оны білем, мен оны кезінде мына Централ Азия газетінде үлкен мақала жазғам. Оны мен ол мәліметтерді мен тарихшы сізден тарихшы білесіз ғой, мен жалпы қауымға айтып жатырмын. Ол сұмдық дерек қой, мысалы. Байкоп Қосшығұлының осы қазіргі не бар ғой, тұрмыс үйі бар. Сол жерде оның жаңа кәмпит пряник шығаратын зауыты болған. Ол қызыл кірпіштен мешіт салдырған. Оның салып кеткен мектебі осы күні Абай мен Әзірбайжан Мәмбет көшесінде тұр ғой, бұрын Қазкоммерцбанктің болды, қазір Халық банктың ғимараты. Сол кезінде Байкоп тұрғызған мектептің ғимараты. Ол жерде әлі бір тақтайша қойылған жоқ. Қоятын ешкімде жоқ. Мен бұл жерде тоқтап келетіні, жақында президент Тоқаев сол Атыраудағы ұлттық құрылтайдың 3-ші мәжілісінде мынандай бір керемет мәселені айтып кетті. Біз түрік мемлекеттерімен, оның ішінде әсіресе мына ежелгі тарихымызбен, оның ішінде ұлық ұлыс немесе алтын орда дейміз ғой, соның тарихымен байланыстығымызды көрсетуіміз керек деп. Мен одан бұрын жаңа жылдың алдында мақала жазғам, ол Қазправдаға жарық көрді. Негізі біз айтамыз, бағана сөз басында айттық қой, біз неге ол республиканы Алаш деп аталды, қазақ емес. Екіншіден, ол неге оның үкіметіне нақты атау берді, Алашорда деп. Назар аударайық. Әлихан Бөкейханов 1913 жыл Қазақ газетінің 3-ші нөмірінде жазған мақаласы бар, Қазақ тарихы деген. Сонда былай дейді: Жошы ханның кезінде осы ұлық әкесі 4 баласына бүкіл жаулап алған жерін бөліп бергенде, Жошы ханның ұлысына осы бүгінгі қазақтың жері және Татарстан, қазіргі осы жерлер дейді, Өзбекстанның бір бөлігі деген сияқты. Бұл ұлық ұлыс болды. Бірақ сол кезде Жошы ханның қалып берген аты болды дейді, Алаш хан деген. Ал біз білетініміз, Алтын Орда ол батыс ғалымдарының шартты түрде қойған аты, Алтын Орда деп. Себебі сол Алтын Орда заманында, ұлық ұлыс заманында біздің мына ұлы жібек жолы өзінің дамуында ең шыңырау шыңына жетті. Бұл айтқанда бүкіл Еуразия кеңістігінде тауар, қаржы, адам ресурстарының еркін қозғалысы болды. Ал бүгінгі Еуропа одағы сол Алтын Орданың үлгісімен құрылғанын біз ұмытпайық. Еуропа одағында қаржы, тауар айналымы еркін жүреді. Адам ресурстарында сол сияқты. Сол себепті оны шартты түрде Алтын Орда қойған. Ал егер сол ұлық ұлыстың құрылтайшысы Жошы болса, оның қалып қойған аты Алаш болса, яғни біз оны Алтын Орда емес қалай деп атауымыз керек еді? Алаш Орда дейміз, қойымыз керек еді. 17 жыл ақпан төңкерісінен кейін, мына Алаш республикасы құрылған кейін, Башқұрт автономиясы, Түркістан, Мұхтарият, тағы басқа ұлттық республикалар, облыстық автономия құрылып жатты ғой. Сонда Уфада мына түркі тілдес халықтардың басшылары жиналғанда, олар біз енді шартты атау, уақытша атау былай болсын, Шығыс Ресейдің мұсылман штаттары деген атаумен былай айтқанда, кешегі ұлық ұлыстың
негізін қайта тірілту идея жатты. Алаш республикасы Алаш деп аталуының басты себебі сол болды. Оны үкіметке Алаш орда қойған себебі сол, ертең бұл мемлекет шынында аяғынан тік тұрып кетсе, ол Алаш орда мемлекеті неше Алаш орда империясы аталуға тиіс болатын. Бұның астарына сол себепті 18 жыл олар Уфада бас қосқанда, одан кейін Башқұрт автономиясы кеңес одағының мойындап кірген кезде, ол Ленинге Ахмет Заки Уәлиди Ленинге айтады: біз қазақпен бірігіп бір мемлекет болғымыз келеді. Ленин сол жерде тапсырма береді. Дереу мынау коммунистік партияның орталық комитетінің мәжілісін өткізіңдер, осы ұсынысты дереу талқылаңдар да, бірақ теріс шешім қабылдаңдар деп бұйрық береді. Басқасы айтқанда, кеңес үкіметі түркі мұсылман халықтарының бірігуінен оттан бетер қорыққан. Бұны патша үкіметі қаншалықты қорықса, кейінге төңкерістік Ресейдің төңкеріс демократтары қалай қорықса, кеңес үкіметі түркі мұсылман халықтарының бірігуінен, бұл айтқанда кешегі Тұран немесе Түркістан немесе ұлы ұлыстың қайта тірілуінен оттан бетер қорыққан. Сол себепті Алаш республикасының атауы сол себепті солай аталған. Бұл айтқанда Әлиханның көздеген мақсаты, әйтпесе Мұстафа Шоқайдың батыста насихаттап үлкен Түркістан деген идеясы сол бір Алаш идеясы болатын. Жақсы аға, әңгімеңізге көп рахмет. Біраз тың деректерді айттыңыз. Қадірлі көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.